Алексей, неге олай ойлайсыз? Неге 13 миллион ғалым бар, бірақ нәтиже жоқ? Өйткені технологиялардың дамуын біз өзіміз көріп, бақылап отырмыз ғой. Иә, кейбір салаларда ілгерілеушілік бар. Бірақ дәл сондай прогресс басқа салаларда да болуы керек. Биомедицина, энергетика, көлік технологиялары тек жолда жүретін емес, ұшатын, ғарыштық, әртүрлі көлік технологиялары. Бұл да бәрі дәл солай дамып, эволюциялануы керек еді, бірақ біз ондайды байқамаймыз. Міне, тағы да әлеуметтік технологиялар бар. Қазір есіме түсті, яғни қоғамды ұйымдастыру. Бізде де жеткілікті түрде бір жақты құрылған модель бар, және ол аса өзгермейді. Міне, ал шын мәнінде бәрі өзгеруі керек. Яғни, бәрі де прогресс жасап, алдыңды тәжірибені жинақтау заңы мен талдау жасап, жаңа жетілдірілген аппарат, технология әдіс жасап, әрі қарай сатылап дамуы керек. Электроникадағы технологиялар мен ғылыми прогрестің эволюциясы бұл нағыз үлгі. Бүкіл жерде осылай болуы керек. Бірақ бұл жоқ. Ал болу керек. Бізде өте көп бағыттар бар. Олар анық прогрестің жетіспеушілігінен зардап шегіп отыр. Мысалы, генетиканы алайық. Яғни, біз қазір кірпіш сияқты жинап, құмырсқа болмаса да қарапайым жасушаларды құрастыра аламыз. Бірақ бұл нені білдіреді? Біз бұдан қандай да бір пайда, игілік алуымыз керек деген сөз. Міне, электрониканы ашып, дамыта бастағанда біз жақсы нәтиже алдық. Телекоммуникацияны, теледидарды ашқанда да бәрі өте тез дамып кетті. Мұнда, мысалы, әскери технологиялар, сол атом бомбалары, баллистикалық зымырандар. Бұлардың бәрі көз алдымызда өте тез өзгерді. Мұнда, бірақ неге бұл медицинада жоқ? Неге бізде әлі күнге дейін батарея жоқ? Мысалы, кәдімгі саусақ батарея сияқты, бірақ ол білмеймін, бүтін бір үйді бір апта бойы қуаттандыра алатын батарея. Мен мысал ретінде айтып отырмын, бұл енді қазір болатындай көрінеді ғой. Ең қызығы, осы туралы барлық ғалымдар дерлік біз қазір жасаймыз, немесе қазір болады деп айтып жүр. Бірақ ол жоқ. Неге? Оларға не кедергі? Келісемін. Яғни, бір жағынан бізде электроника дамып жатыр. Мысалы, немесе сол атомдық технологиялар. Бірақ ол бұрын өткенде болған. Ал қазір медицина, мысалы, жаңа тіс жасап бере алмайды, немесе көруді емдеп, бұрынғы қалпына қайтара алмайды. Ал көруді емдеу тәсілдері. Шын мәнінде бұл емдеу емес. Бұл бұрынғы сау күйіне қайтару емес. Жалпы, денсаулықтың кез келген саласында да солай. Өте сирек жағдайда ғана ол қалпына келеді. Көбінесе бұл қандайда бір уақытша шешімдер, операциялар, кесіп тастау, импланттар және сол сияқты нәрселер. Бірақ толықтай сау күйге қайтару емес. Яғни бізде бір түрлі жағдай қалыптасқан. Өміріміздің бір бөлігі 21-ші, тіпті 22-ші ғасырға жақындап қалса, қалған қырлары әлі де 18-ші, 19-ші ғасырдағыдай, тіпті одан да ертеректегідей күйде. Бұл анық бір жаққа ауытқу. Бұл қалыпты жағдай емес. Адам дегеніміз ғаламдағы сондай бір ерекше жаратылыс. Егер бәрі дұрыс болса, ол барлық бағытта бірдей дамиды. Кейде, мысалы, белгілі бір кезеңде аздап ауытқу болуы мүмкін. Айталық, 5 жыл бір жаққа, тағы 5 жыл басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Бірақ жалпы алғанда бір ғасырдың ішінде мұндай ауытқулар болмауы керек. Мұнда бір нәрсе анық дұрыс емес, және сірә бұған себептер бар сияқты. Мен үлкен таңданыспен бірде білдім. Мен бала күнімде өте көп фантастика оқыдым. Қазірде оқимын. Сол классикалы фантастика. Біз қазір оқып жүрген классика. Ол 20-шы ғасырдың 50-ші, 60-шы жылдарында жазылған екен. Яғни жарты ғасыр өтті. Ал фантаст жазушыларда. Олар Марсқа, басқа галактикаларға ұшып жүр. Тағы басқа нәрселер бар. Ал біз жердің шекарасынан да шыға алмай отырмыз. Мұнда бірнеше себеп бар. Және әрқайсысы туралы сәл толығырақ айтып өту керек. Міне, бірінші себеп, бәлкім ең бастысы. Қазіргі ғылымның міндеті өзін, еркін ізденістің, еркін ойдың үй ретінде көрсетеді. Бірақ шын мәнінде, шындыққа келгенде іс жүзінде олай емес. Егер біз сәл ғана жақын тарихқа, құжатталған тарихқа, жалпы ғылым жобасының қалай пайда болғанына қарасақ, өйткені бүгінгі біз білетін ғылым бұл негізінен неміс жобасы. Бұл таза неміс өнертабысы, яғни ақиқатты іздеу, ой қорыту, тәжірибені қайталау, мұның бәрі айталық неміс мектебінің үлгісі.
Бұл тек Германияға ғана тән емес, бұл жалпы тәсіл деп айтуға болады. Бұл мектеп шіркеуден шыққан. Яғни негізінде ғылым жобасы шіркеу жобасына қарсы антагонист ретінде құрылған. Шіркеу жобасы шіркеу кез келген діннің негізінде әрдайым кім деген сұрақ тұрады, яғни бәрін жаратқан Құдайдың тұлғасы. Яғни біреу бір нәрсені және біреуді жаратады. Ал ғылым болса тура соның айна қатесі жобасы ретінде дамыды. Яғни ол жерде бір нәрсе үлкен жарылыс бір нәрсені, кейін біреуді, яғни жердегі адамды жаратты. Жоқ, тек адам емес, жалпы бәрін бүкіл тіршілікті. Құдай бүкіл тіршілікті жаратқандай, мұнда бүкіл тіршілікті үлкен жарылыс жаратты. Қайдан пайда болғаны белгісіз кішкентай бір нәрсе жарылып кеткен. Сосын сол нәрседен біреу пайда болды. Яғни, байқаңыз, бұл ғылымның парадигмасы. Себебі сіз кез келген ғалыммен кез келген сұхбатты тыңдасаңыз, оларда бұл ой қызыл жіптей өтіп тұрады. Егер біз бір ерекше нәрсе тапсақ, мысалы, айда болсын, немесе қандайда бір шөлде болсын, қозғалатын тастар, немесе басқа бірдеңе болсын, бәрібір. Немесе қандайда бір оғаш процестер болса да, олар әрдайым мұны не істей алатынын іздейді. Яғни, бұл процесті не жүзеге асырды деген сұрақ қояды. Олар әрдайым біреудің қатысу мүмкіндігін жоққа шығарады. Сондықтан ғалымдар әлемі үшін, мысалы, түрлі бөгде ғаламшарлықтар дегеннің өзі анекдот сияқты. Өйткені олардың тұжырымдамасы мұны бірден жоққа шығарады. Міне, маған тіпті күлкілі, қазіргі ғалымдар әлемі бөгде ғаламшарлықтарды іздеуге тырысқанда. Олардың діні де, шіркеуі де басқа, олар бірдеңе іздейді. Олар түрлі процестерді оңай табады. Бірақ, мысалы, сіз үйден шыққанда бұрын өз орнында тұрған Гүлзар, подъездің жанында кенеттен 1 метрге жылжып кеткенін көрсеңіз, солай ма? Онда ғалым бұл Гүлзарды не жылжытқанын анықтайтын процесті іздейді. Ол бұл Гүлзарды жылжытқан адамды немесе бөгде ғаламшарлықты іздемейді. Ол процесті іздейді. Бұл тығырыққа тірейтін тәсіл. Яғни, қандайда бір процесс болуы мүмкін. Жаңбыр жауып, мұз қатты, бірақ мүмкін біреу жылжытқан шығар. Сөйтіп бізде екі түрлі бір-біріне қарсы жоба бар. Әрқайсы өзінікін тартып әлек. Біреулер бәрінен ерік, Құдайдың еркін іздейді, ал басқалары процесті іздейді. Ал біздің өміріміз ол тұтас, интегралды. Сондықтан екеуінде бірге іздеу керек. Менің ойымша, қазіргі ғылымның, қазіргі прогрестің жоқтығының ең үлкен сәтсіздіктерінің бірі дәл осы. Онда ғылым бастапқыда қателік жасайды екен. Яғни қандайда бір саналы жаратушы күштің бар екенін ескермейді. Яғни ол бәрін қандайда бір кездейсоқ процестерге жатқызады. Солай ма? Яғни бұл үлкен, айталық, бір сегментті бірден алып тастау ой. Үлкен бір саланы. Дән солай. Екінші қызық жайт, бұл билік пен қарым-қатынас. Бұлдар өте маңызды, тіпті мүмкін, ең басты екінші негізгі мәселе осы жерде болады. Билік табиғаты бойынша бақылау бұл білімді, ақпаратты жасыруды көздейді. Яғни, орындаушы жалпы жағдай туралы неғұрлым аз білсе, ол өз функциясын соғұрлым жақсы орындайды. Бұл объективті шындық. Бұл қандайда бір жаман ниеттен емес. Кез келген кәсіпкерлікпен немесе қандайда бір ұйыммен айналысқан адам мұны біледі. Өйткені адам неғұрлым көп білсе, сол білім кейде кедергі келтіреді. Себебі ол өзін ақылдырақпын деп ойлап, бәрін жақсырақ істеймін деп ойлай бастайды. Кейде бұл расымен солай болуы мүмкін, бірақ көбінесе бұл жалпы процеске зиянын тигізеді. Міне осылай. Ал ғылым табиғаты бойынша жаңа білім ашып, оны жариялауға арналған. Сонда бізде, осындай парадокс пайда болады. Ғылымға ақша төлейтін билік, ол не үшін төлейді? Ресми түрде әлемді ашу, оны зерттеу, көбірек білу үшін сияқты. Бірақ ғылымның бір бөлігі социологиямен айналысады. Ал социология қоғамдағы адамдардың ішкі тетіктерін құрумен, яғни нақты кім басқарады, кім бағынады, қандай жағдайда басқарады, және тағы басқа осындай мәселелерді анықтаумен айналысады. Яғни шынында билік ғылымға ақша төлейді, солай ма? Бірақ ол кейбір нәрселермен айналыспау үшін төлейді. Мысалы, социология бұл сол нәрселердің бірі, ол жағдайды анықтап беруден гөрі, керісінше көбірек көмескілендіріп, тұмандандырады. Өкінішке қарай, дәл осындай жағдайлар басқа салаларға да таналып жатыр. Мысалы, егер мәңгілік өмір берілсе, онда толықтай реформалау керек болады. Яғни, елестетіп көріңізші, бірден халық саны көбейеді, бәрі өлімнен аман қалады. Сонымен, бұл бірден әлеуметтік жарылыс қой.
Бұл жағдайда қоғамды түбегейлі өзгерту керек болады, және бұл бірден бақылаудан айырылу қаупін тудырады. Енді елестетіңізші, сіздің басқаруыңызда 10 адам болды. Жақсы, ал ертең 10 мың адам. Апырай, ал енді осы халықты қалай ұйымдастырамыз? Оларды қалай асыраймыз? Оларды қалай киіндіреміз? Қайда орналастырамыз? Бірден сұрақтар туындайды. Иә. Білесіз бе, біздің фантастикалық әңгімелеріміздің немесе романдарымыздың бірінде жақсы бір сөз бар. Онда осындай жағдай болған. Яғни тағы да біздің жақын болашағымыз туралы. Сол жерде ғалымдардың бірі саясаткермен кәуіп жеп отырып айтады. Егер мен ертең супер толқынды қозғалтқыш жасап берсем, адамдар бүкіл галактикаға ұшып кетеді, сонда күлкі болады. Ертең сайлау, ал дауыс беретін ешкім жоқ, бәрі ұшып кеткен. Хаман. Бұл тікелей көрсетеді, неге билік ғылым мен технологияның нақты бағыттарының дамуына мүдделі емес екенін. Бұл тікелей бұл соншалықты айқын нәрсе, тіпті оны дәлелдеудің де қажеті жоқ сияқты. Сонда ғылым тағы да өз принциптеріне қайшы келіп, билікпен байланыста амалсыздан биліктің ыңғайына бейімделуге мәжбүр болады. Өйткені оны қаржыландыратын сол билік. Өйткені ғылым өздігінен ақша таба алмайды. Бұл анық қой, солай ма? Оны әрдайым қаржыландырады ма? Ғылым ақша таба бастағанда ол ғылым болудан қалады. Мысалы, шартты түрде ақшта 2 институт бар дейік. Бір институтты мұнайшылар, екіншісін жасыл энергетика лоббирлейді. Сосын мұнайшылар бірінші институтқа келіп, бізге зерттеулер керек. Яғни күн энергетикасы тиімсіз, ал мұнайда әлі де көп қор бар, сондықтан ол жеткілікті таза. Ол тіпті күн энергетикасынан немесе жел турбиналарынан да таза, өйткені жел турбиналарында қайта өңделмейтін көп материалдар қолданылады. Ғалымдар болса, міне дайын деп жазар. Ғалымдар зерттеу жазады. Иә, мұнай энергетикасы ең керемет, ақырында ол ең таза және бәрі тамаша. Сосын, бұлайша айтқанда, сол ғалымдар немесе олардың әріптестері дәл сол принциптерге сүйеніп, бірақ басқа университетте ресми есеп жазып, күн энергетикасы ең таза, жел турбиналары ең керемет деп көрсетеді. Яғни, бұл тапсырыспен жасалатын ғылым деп аталады. Сізге не керек болса, соны жазып береміз. Иә, тағы бір жағдай бар. Қаржыландыратын адам зерттеудің барысына әсер ете бастайды. Бір түрлі, яғни белгілі бір бағытқа бұру. Ол айтады, маған осылай жаса. Сен қалай қаласаң, бүкіл адамзаттың игілігі үшін емес. Маған осылай керек, мен саған ақша төлеймін, сен осылай жаса. Иә. Сіз сипаттаған жағдай ғылымның 95% осылай. Міне осылай болуы керек. Міне нәтиже. Болды.